Сәлем баршаңызға, бүгін салқын жасыл түсті лимонад жасаймыз. Құрамы экранда көрсетілген. Алдымен 2 штук кивиімізді аршып тазалап аламыз. Бұл лимонадтың ерекшелігі бізге қарапайым дайын сироп қажет емес. Біз үй жағдайында жасаймыз, сондықтан бізге қарапайым жарты литрлік тархун жетеді және мед, яғни бал жеткілікті болады. Бұл жерде лимонның да 2 бөлшегі ғана бізге керек болады, қалғаны қажет емес. Қалған жаңағы апельсин мен лимоннан чай жасап жіберсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде апельсиннан 3 бөлігі ғана керек болады және оны бірнеше бөлікке бөлеміз. Қалғаны қажет емес. Лаймды да 2-3 бөлікке бөліп алып аламыз. Одан кейін дайын аршылған кивиімізді ұсақтап турап шығамыз. Достар, өтініш, подписаться кнопкасын басамыз. Менде сахарный сироп жоқ, себебі жақын маңайда магазиндерден болмады, сондықтан үй жағдайында сахарный сироптың орнына не қосуға болады, соны көрсеткім келді. Үйіңізде бар болса, балмен 4 қасық үлкен ас қасықпен бал қосып, лимонад жасаймыз және тархун тек қана түс беру үшін ғана 0,2 немесе 0,3 тархун алып қойсаңыздар болады. Осылай міне 2 лайм саламыз, 2 лимон саламыз бөлігін. Одан кейін жаңағы кесілген апельсин саламыз. Артық салып қажет емес. Өте кислый болып кетеді. Мына жерде менде холодильникте болған сарыағаш, газированный сарыағаш. Соны құямын. Жақсылап араластырып, ішіне 4 қасық бал қосамын және жаңағы тархунды қосам. Тархун тек әдемі түс цвет беріп тұру үшін ғана сатып алынды. Маған 0,3 жеткілікті болды. Осылайша жалбыз, яғни мятамызды үстіне салып шығамыз және жақсылап араластырамыз. Балымыз кішкене еріген болу керек, қатты болмау керек. Одан кейін, егер үйде бал болмай қалған жағдайда, қант пен суды ертіп және араластыру арқылы сироп жасап құйсаңыздар болады. Тоңазытқышта мұз болса, мұзды қосып салып жіберсеңіздер болады. Сонда өте салқын, аппетитный болып шығады. Шөлдегеніңізді керемет басады.